Қазір әлемде субұрқақтың сан түрі бар. Тек шаһарға көрік қосып қана қоймай, жаздың аптап ыстығында адам тәніне ерекше салқындатып, жанын жадырататыны сөзсіз. Қаламызда да субұрқақтар биыл қайта жанданды. Жаз басталысымен 18 субұрқақ іске қосылған. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласында 18 субұрқақ бар. Осы маусым айында барлығын қосып бітіреміз деген жоспарда бар. Субұрқақтарды күтіп ұстау жұмысымен Grand Connect Solution мердігер мекемесі айналысуда. Күтіп ұстау жұмыстарына ол субұрқақтың элементтерін жөндеу, санитарлық тазалау жұмыстары және консервация жұмыстары кіреді. Барлық субұрқақтардың жаңағы гарантиясы бар қазіргі таңда. Ішінде үлкен бір ақаулар болатын болса, ол сол мердігер мекемен тарапынан жасалатын болады. Сонымен қатар барлық ата-аналарды балалардың қауіпсіздігіне байланысты субұрқақтардың ішіне түспеу үшін соны қадағалауды сұраймыз. Өйткені әрбір субұрқақтың ішінде ток жүйесі бар. Жаныңа рахат сыйлайтын фонтандардың бірі Теміржол вокзалы маңындағы Киреев көшесінде орналасқан. Бұл жерде тұрғындар тынығып серігет. Әйтсе де тұрғындар арасында жасалған сауалнамада бұл да аздық етеді. Кейбір субұрқақтар уақытымен жасайды дегендер де болды. Ұнайды, серуендейміз, тынығамыз деп жақсы пікірлерінде айтқандар болды. Бізде фонтан жеткіліксіз негізі Ақтөбеде ше. Фонтан болса жазға қарай әдемі болып тұрады. Жаздың көркін беріп тұрады. Тем более осы жаздың кезінде әдемі болып тұрады. Жағдайы қалай фонтандардың? Қазір фонтандарын білмеймін, көріп тұрғаныңыздай ғой міне. Жаңа фонтанға барып көрдіңіз бе? Жаңа музыкальный фонтан дейді ғой. Көрдіңіз бе? Меганалда ма, Керуен Сити каналында, барып көрдік. Қалай, қандай әсер алдыңыз? То бар, то жоқ қой ол да. Кейде істейді, кейде істемейді. Андай фонтан сияқты көзге тек көзбояушылық. Күнделікті істеп тұру керек. Күнделікті істеп, енді күнделікті қосқаннан кейін күнделікті жұмыс жасап тұру, халық көру, қаншама Ақтөбеге нелерге туристер келеді. Қаншама Ақтаудан, Атыраудан қонақтар келеді. Біздерге мына өте жақсы, кешкісін уақытта әсіресе әртүрлі цветтерін береді, балдарды отвлекать етеді. Жақсы өте, ұнайды бізге. Күнделікті жасап тұра ма? Күнде жасайды, күнделікті түнгі сағат 12-ге дейін, или 10-ға дейін, мен өздері көп қыдырмаймыз, енді әр кетсе 10-ға дейін. Сол уақытқа дейін жасап тұрады, өте жақсы, ұнайды бізге. Қонақ келді Ақтаудан, қыдырдайын десең, енді барып алып көрсетсе, ненің Керуен Сити бар ғой енді, аршында неде бар, паркте, президентский паркте бар. Екеуінде де жоқ қой, сөніп жатыр ше. Сондай жері кейде обидно, просто уақытша қосып қоя ма, білмеймін сондай. Жақсы. Күшті, қасына барып демаламыз. Таза ауа, иә? Иә. Күндіз-түні жасап тұра ма? Жоқ, 2 сағат сайын, по-моему, отключение, там написано же, через 2 часа. Нормально все, хорошо, красиво. Жеткілікті деп ойлайсыз ба? Білмеймін, мен тек осында барам. Қаламызда, елімізде өзге баламасы жоқ субұрқақ ашылғанын білетін боларсыздар. Осы текте субұрқақтар өзге қалаларда бар, бірақ бір мезгілде лазерлік және отты шоу көрсететін музыкалық субұрқақ бірінші болып Ақтөбеде орнатылған болатын. Бұл жарық шамдары, одан бөлек лазерлік және фаер-шоу түнгі мезгілде ерекше көрік беретін заманауи музыкалық субұрқақ. Биіктігі 38 метрге дейін жететін бұл субұрқақта 40-тан астам әуені бар аудио жүйесі бар. Ескерте кететін жайт, қаламыздағы кейбір субұрқақта суға қол салуға, түсуге рұқсат етілмейтін ескертпе қағазы бар. Балаларға аса мұқият болу керек, себебі электр жарақатын алуы мүмкін. Сумен жабдықтау жүйесіне аяғыңызды зақымдап қана қоймай, жабдықтар істен шыққан кезде тоқ соғу ықтималдығы жоғары. Осыны естен шығармаған жөн. Көне заманнан бері субұрқақты адамдар неше түрлі мақсатта пайдаланған. Яғни су жинау үшін, су ішу үшін, немесе шомылу үшін. Қазіргі субұрқақтарға суға түсуге де, шомылуға да, су ішуге де мүлде қатаң түрде тыйым салынған. Тек қана әсемдік үшін. Осындай сынды субұрқақтар бізде қалада 18 жерде орналасқан, яғни 18 субұрқақ жаз бойы қала тұрғындары үшін жұмыс жасайды. Бұл жерде тұрғындар демалады, серуендейді, таза ауа жұтады. Қарлығаш Омитова, Влад Рагушов, тәулік.